Ассаламағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бизнес жоспар. Бұл сабақтың мақсаты біз өзімізге, бизнесімізге арналған бизнес жоспардың негіздерін, нарықты зерттеудің маңыздылығы, өнімдерімізді қалай сәтті етуге болатынын қарастыратын боламыз. Сондай-ақ өнімді сату жолдары мен бизнес стратегияларын талқылайтын боламыз. Бүгін біз не өтеміз? Жалпы саламызды қалай таңдау әдістері, нарықтарды зерттеу және өнімді танымал ету, өнімдерімізді сату каналдары, немесе қазақшасы арналары, онлайн дүкендер, социалдық медиалар, дропшоппинг және де басқаша қазіргі 21 ғасырдағы современный каналдарды қарап шығамыз. Каспи, Wildberries деген сияқты Қазақстандағы танымал. Бизнес жоспардың маңызы. Бизнес жоспар дегеніміз сіздің кәсібіңіздегі идеяңызды нақты жоспарға айландырады. Қандай бір жоспар болса да, бұл құжат сізге нарықты, бәсекелестеріңізді және де өзіңіздің потенциалды клиенттеріңізді тереңірек түсінуге мүмкіншілік береді екен. Біз бизнес жоспарды сіздің бір идеяларыңыздың бір жұмыс істейтінін дәлелдейді. Бұл ең бірінші дәлел не үшін керек? Бизнес жоспарды бастаған кезде бизнес жоспардың дәлелі ең бірінші өзіңізге керек екен. Өзіңіз бұл идеям іске асады ма деген сияқты. Одан кейін бұл идеяға қанша қаражат керек? Бұл идея арқылы мен қандай деңгейде жеткізе аламын? Бұл идея арқылы, бұл нарықты зерттеу арқылы біз жалпы бұл салада, бұл нарықта ақша бар ма деген сияқты. Бизнестің ең түпкі мақсаты ақша табу ғой. Ақша табу. Ал біздің берекелі бизнестің мақсаты кәсіпкерге де тиімді және де қоғамға да пайдалы деп айтып өткенде, бұл жерде біз бизнес жоспарды жасау кезінде ең бірінші өзімізге дәлелдеп, және де оны инвесторларға да, басқа да бір институттарға да бәріне де дәлелдей алатындай бір сенімділікті бір тудыратын, банкке барсаңыз да, және де бір қаржылық бір институттар болады ғой, фондтар болады, солардан бір өзіңіздің жоспарыңыз керемет болса, ақша алуға мүмкіншілікті береді. Сол үшін де бизнес жоспардың нарықты зерттеу деген нәрсесіне аса мұқият көңіл бөлуіміз керек біз. Енді нарықты зерттеу дегеніміз, бұл сіздің өнімізге нақты сұраныстар бар жоғын ең бірінші. Сіздің ол жай ғана қиялыңыз ба? Осыны ажыратады да. Біз эмоциямен шешім қабылдасақ, 90% кәсіпкерлер ұшып кетеді. Ал саналы түрде есептеп, санап қарайтын болсақ, егер де біз өзіміздің тұтынушыларымыздан кері байланысты алатын болсақ, олармен сөйлесетін болсақ, мәмілеге келіп, ол өнім шынымен де менің өзіме ұнайды ма? Мына Apple продукциясы маған керемет ұнайды да, мысалы үшін. Ішіндегі бағдарламасы да ұнайды, басқасы да ұнайды. Бұл өнімменен менің қызметшілерім пайдаланады ма? Осындай бір кері байланысты біз алған кезде, бұл өнімнің нақты сұранысы бар ма және жоқ па деген сұраққа біз жауап береді екенбіз ең біріншісі. Және де кімдер сатып алатынын, оларды қандай бағаға ұсынуға болатынын процесін анықтап аламыз. Бұл өнім бе, бұл тауар ма, бұл услуга ма, бұл қызмет пе деген сияқты сұрақтардың бәріне осы жерде жауап береміз. Енді зерттеу дегеніміз бұл толықтай болу керек те. Бұл политический жағдай не болып жатыр басқа елдерде? Біздің еліміздің ішіндегі жағдай не болып жатыр деген сияқты. Елдің демографиялық жағдайы қалай болады? Елдің бұл тұтастай бір қаланың жағдайы қалай болады? Бұл ішіндегі бұл отчеттардың бәрі пестел деп аталады. Пестел деген міне жанымыздағы отчетта көрініп тұрғандай. Бұл бизнестерде, үлкен бизнестерде үлкен толықтай анализ жасалынады пестел отчетымен. Және де бизнесіңіз сәл кішірек болса, онда свот анализ деген бар. свот анализбенен бір кішірек анализдің нелері бар.
Сол отчеттар арқылы біз өзіміздің өніміміздің тұтынушыға керек па, керек емес па деген сияқты сұрақтардың бәріне жауап береді екенбіз. Өзіміздің тұтынушымызды білу керекпіз. Егер де сіз, мысал үшін, интернетпен таргет жасауды білмесеңіз, таргет деген сөздің ішінде өзіміздің тұтынушымызды нақты білуіміз керек бізде, сүйреттемесін. Өзіміздің тұтынушымыз кім? Ол әйел адам ба? Ол еркек адам ба? Ол кім? Ол мұғалім ба, ұстаз ба? Оның интерестері не? Бизнес па, одан басқа нәрсе ма? Жоқ, оның қызығушылығы бәлкім путешествие болар. Бәлкім бір білім іздеп жүрген болар деген сияқты. Бұл не деген сөз? Өзіміздің тұтынушымыздан мінез құлқын білу өте маңызды, және де бәсекелестеріміздің стратегияларын тоже білу өте маңызды екен. Сіздің нарықта жалғыз емессіз ғой, сіздің бәсекелестеріңіз өте көп. Оларды да білу. Ол үшін мынандай таблицаны жасап аламыз. Сол таблицаға жәнеге өзіңізді жазамыз, және де бәсекелестерімізді жазу арқылы талдаймыз. Өзіңіздің күшті тұстарыңыз, жәнеге бәсекелестеріңіздің күшті тұстары. Бұл анализдар не үшін жасалынады? Өзіңіздің нарықтағы конкурентный преимуществоңызды анықтау үшін. Біз білу керекпіз өзіміздің нарықтағы мықты тұстарымызды анықтау үшін. Сол өзіміздің мықты тұстарымыз, ол біздің иншалла біздің жасайтын жоспарымызда, біздің осы бір проектіні ары қарай алып кетсек, ала жазса, сол біздің офферімізге айналады екен де, өзіміздің нарықтағы мықты тұстарымыз. Именно осы нарықтағы өзіміздің мықты тұстарымызбен. Не үшін тұтынушым мені таңдайды деген сұраққа жауап беру керексіз. Сіздерге мысал үшін біздің электроника магазинімізде, Аягөзде тұрған, Ужарда тұрған, Семейде тұрған, Алматыда тұрған бізде дүкендеріміз бар. Сол жердегі тұтынушылар бізді не үшін таңдайды деген сұраққа біз жауап бере алдық та бұл жерде. Қатты қиындатпау керек те негізі. Қай сала болсын, мысалы мебель саласы болсын, немесе бір интернетте болсаңыз да, даже қызметте, услуга болсаңыз да, осы бір сұраққа нақты сіз жауап беру керексіз. Мынандай 20 қып жүрудің қажеті жоқ. Элементарный бір қарапайым инструменттер бар. Мысал үшін, бізді электроника магазиннен 3 критерий үшін таңдайды екен де. Қол жетімді болғанымыз үшін. Екіншісі сервис. Үшіншісі жылдамдық. Осы 3 критерий үшін бізді таңдайды. Сіз өзіңіздің тұтынушыңыздың сізді не үшін таңдайтынын білген кезде барып, сіздің мына бизнес жоспарыңыз ең бірінші очередь өзіңізге түсінікті болатын болады. Және де бизнес жоспарыңыз инвесторларыңызға да, бизнес жоспарларыңыз өзіңіздің қызметшілеріңізге де, серіктестеріңізге де бәріне де түсінікті болады да. Сол кезде ғана бизнес жоспар деген енді бұлай қысқаша айтатын болсақ, бұл не десек, бұл енді ең басты бұл сіздің идеяңыздан туындайды ғой. Идеяңызды толықтай қағазға оцифровать ету жоспары, бизнес жоспар. Мен сіздерге алла жазса образецтер салып қоямын. Шаблондар, бизнес жоспарлар қалай жасалу керек деген сияқты. Енді сабақ барысында бизнес жоспарды біз келешекте сабақ бітер кезде жасаймыз. Дәл қазір жинақтаймыз. Келесі сабақтарда стратегиялар болады, ол жерде анализдер жасаймыз. Одан кейінгі сабақтарда әрбір инструменттарды мен сізге берген бір презентацияда және де Excelде бірге бір орындап отыру арқылы сіздер өздеріңіздің бизнес жоспарларыңызды жинап алатын боласыздар. Және де бизнес жоспарда өте бір маңызды бір бөліктердің бірі өнімдерімізді қалай сатамыз деген сұраққа сіз уже нақты жауап беру керексіз. Өнімдерімізді маркетинговый қалай ұсынамын тұтынушымызға. Ол да осы бизнес жоспарының ішіне кіру керек. Мысал үшін, бір өнімді алып келдіңіз. Мынау мышка болсын, тышқан деп атайды. Бұл өнімді сіз қалай нарыққа сата аласыз? Бұның клиенттеріңіз кім? Бұл компьютер деген нәрсе қазір өтіп бара жатыр ғой. Бірақ компьютерде кімдер жұмыс жасайды? Бәлкім компьютерде осы офиста отыратын адамдар жұмыс жасауы мүмкін. Сол арқылы сіз осы өнімді сіз оларға қалай жеткізе аласыз, қалай сата аласыз? Instagram арқылы, Reels арқылы, және де қазіргі 21 ғасырда TikTok деген нәрсе өте қатты танымал болып бара жатыр да. Осы жастардың назары, немесе жастардың емес қоғамның назары қай жерде болса,
үлкен ақшалардың бәрі сол жерде болады. Сол үшін де сіз мына қоғамның назары қай жерде жүріп жатыр, сіз соған қатты аса мән беру керексіз. Және де мына салаңызды тестілеп, нишаңызды тестілеп көрген кезде осы бизнес жоспарға осының бәрін енгізетін болсаңыз, сонда барып сіздің бизнес жоспарыңыз инвестордың алдында немесе банктың алдында үлкен мынандай сенімділікті беретін болады. TikTok'та стрим деген нәрсе қазір дүниені жарып жатыр. Қытайға баратын болсаңыз, стриминг дейді. Адамдар тікелей эфирде таңертеңнен кешке дейін былай несін түсіре береді. Инстаграмда Reels бар. Он мысалы стористі саласын деген сияқты емес. TikTok'тың стримі күні бойы болады да. Прям күні бойы тікелей эфирде. Мысалы қазіргі заманда қалай 20 секунд және де бір қысқа ойын сауықтарды көрсету арқылы. Соның кейін тағы да қандай сату жолдарын кіргізуіміз керекпіз біз бизнес жоспарымызға. Бәлкім Каспимен сатасыз, бәлкім бір OLX-пен сатасыз, бәлкім B2B, B2C, B2G деген сияқты каналдар бар. B2C деген ол қарапайым халыққа сатасыз. B2B деген бизнес үшін құралған. B2G деген ол біз тендер арқылы сату. Осының бәрін дұрыстап ойлап, саралап, өзіміздің бизнес жоспарымызға енгізу керекпіз. Сіздерге бір үй тапсырмасын бермекшімін қазір. Сіздер өздеріңіздің бизнес идеяларыңызды, жоспарларыңызды өзіңізге бір сәйкес келетіндей етіп, нарыққа бір зерттеу жүргізуді бастаңыз. Қазірдің өзінде сол идеяны қалыптастыра бастаңыз. Мына қағазға менің нақты нарықтағы идеям қандай? Нарықтағы нақты мақсадым қандай? Нарықтағы нақты салам қандай деген сұраққа сіз нақты осы кезде жауап беру керексіз. Одан кейін ары қарай біз оны дамытумен боламыз. Сіздердің өздеріңіздің бәсекелестіктеріңізді, артықшылықтарыңызды, стратегияларыңыздың бәрін осы бизнес жоспарға енгізу керексіздер. Сіздердің жәнегі өнімдеріңіздің, қызметтеріңіздің бір тиімділіктерін қалай арттыруымызға болады? Осының бәрін жоспарға енгізуді ойластыруымыз керекпіз. Жәнегі басында айтқанымдай, бұлардың бәрі дайындық жұмыстар. Сразу битіп, бір сабақтан бизнес жоспарды жазуға асықпаңыздар. Анализ жасап, талдап барып, сіздер қазір сол бизнес жоспарды жазуға арналған бір информацияларды дайындай бастайсыздар. Өздеріңіздің бизнес жоспарларыңыз. Мен не көргім келеді сіздерден? Осы 3 ай сабақ біткен кезде, қолдарыңызда нақты өздеріңіздің идеяларыңызға сәйкес келетін бизнес жоспарларыңыз бар. Қолдарыңызда нақты өздеріңіздің идеяларыңызды бітіп көп қып инвесторға көрсетпеу үшін қысқаша презентациясы бар. Қысқаша, одан да қысқаша тизері бар. 4-ші. Және де 5-шісі фин модель бар. То есть логикаға есептеуге цифрамен, финансиспен есептелген бір фин модель бар. Осы 4 дүниені сіздер есептеп, осы 3 айдан кейін сіздерде осы дүниелер болу керек те. Сол кезде барып, сіз өзіңізге деген сенімділік артады, өзіңіздің жобаңызға және инвесторға деген сенімділік артатын болады. Және де тағы да бір ескеретін жағдай, жобада тек қана бұл сіздің ғана мүддеңізді қорғамау керек. Жоба деген бұл инвестордың да интересін қорғау керек те. Инвестор айтуы мүмкін, мен ақша салам, жылына кем дегенде 30%-дан жоғары пайда тапқым келеді деген сияқты. Значит, не? Инвестордың да мүддесін қорғау керек. Сіздің де мүддеңізді, қызметшілеріңіз де мүддесін, кәсіпкерге де пайдалы, және де қоғамға да пайдалы деген сияқты. Осының бәрі жабылу керек те, есептелу керек. Осының бәрін жасап, осындай бір дайындық жұмыстарға келгендеріңізді мен қалаймын осы 3 айдың нәтижесінде. Алла тағала сіздерге берекетін берсін.